Қысқа мерзімді жоспармен таныстырайын деп отырмын. Қазақ тіл 5-ші сабақ сөйлеу мәдениеті оқу мақсаты және оқу мақсатынан шыққан сабақ мақсаты, яғни бағалау критерийлері. Сабақта іске асатын ойлау дағдылары, қолдану, талдау, саралау және бағалау. Енді сабақты тосын қоңырау деген оймен бастаймыз. Бұл жерде балалар тосын соғылған қоңырауға жауап беріп, өздерінің сөйлеу мәдениетін көрсетеді. Мұғалім сол сөйлеу мәдениетін талдап, қарап, саралап отырады. Көрнекілік ол слайд және мына суреттер. Және көңілді, баяу, әуен. Сосын үйге берілген 19-шы жаттығуда мына екі қызға арналған өздерінің жол ережесі бойынша дайындап келген нұсқаулықтарын оқиды. Ерекше білімді қажет ететін оқушы да өзінің жазып келген ережесін оқып береді. Бұл жерде үй тапсырмасы бір ғана ұпаймен бағаланады. Келесі 20-шы жаттығу ұжымдық жұмыс ретінде жүреді. Бұл жерде дебат әдісі қолданылады. Шағын ғана дебатқа топтарға бөлініп алады да тіл туралы өздерінің пікірлерін айтады. Ол 20-шы жаттығуда 4 оқушының, 4 баланың берілген пікірлеріне өздерінің көзқарастарын мәдениетті түрде жеткізеді. Ал ерекше білімді қажет ететін бала қазақ тілі туралы өзінің білетін мақал-мәтелдерін айтады, пікірін айтады, яғни дебатқа қатысады. Келесі жаттығу жұптық жұмыс ретінде орындалады, өйткені ол жерде диалог бар. Диалогты бұлар жұптасып өзара талдайды, сосын өздерінің пікірін, арада болған диалогты жазады. Бұл жерде диалог ана тілімді құрметті деген сөйлем берілген, ол сөйлемнің қай түріне жататындығын өздері талдап, қолданып, диалогқа түсіп, яғни қолдану дағдысы іске асады. Және ерекше білімді қажет ететін бала өзінің ойын ұсынып дәлелдейді. Бұл жерде балалар сөйлемнің түрін анықтайды, мәдениетті түрде шешім жариялайды, диалогты жазады. Өздерінің арасында болған диалогын жазады. Сосын серіктеу сәтін жасап, ары қарай өзіндік жұмыс. Бұл диаграммалау әдісі арқылы іске асады, бағалау дағдысы қалыптасады. Бұл жерде балалар өздерінің оқулықта берілген диаграмманы алдымен оқиды, сосын мәліметтердің барлығын оқып шығады, сосын одан соң ол сол мәліметтерді дәптерлеріне жазып алып, дұрыс және әсерлі сөйлеу үшін өздерінің кеңестерін жазады. Бұл жерде ерекше білімді қажет ететін бала өзінің сөйлеу мәдениетін бағалап, ол да диаграмманы оқиды. Функционал сауаттылықты іске асыру үшін кері байланыс алынады. Ол жерде жұптық жұмыс 24-ші жаттығу орындалады. Әр бала өздерінің сөйлеу мәдениетін саралайды. Яғни кітапта берілген 7 сұраққа иә, кейде, жоқ деген жауап беру арқылы өздерінің сөйлеу мәдениетін деңгейін анықтайды, саралайды. Тест нәтижесін жариялайды. Сосын сабақ рефлексия, көңіл күйімнің букеті әдісі арқылы қызыл гүлді таңдайды. Таңдаған балалар сабақ маған түсінікті деген әсерімен бөліседі. Ал көк гүлді таңдаған балалар менің сұрағым бар, әлі де білгім келеді деген осындай көңіл күйін білдіретін букетпен сабақты аяқтайды.